қазақстандықтар, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының достығы және бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір шаңырақ астында жиналған ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы мәңгі болсын. 1 мая – День единства народов Казахстана. Это особенное для казахстанцев торжество. Наша страна – многонациональный дом, в котором мирно сосуществуют разные этнические группы и народности. Примите наши самые теплые поздравления! Тілі бөлек болғанымен тілегі бір, ұлы достық, мәпелеген жүрегі гүл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Bayram bilen dostlar, hep köp kuvvançlar getirsin. Optimizm hem ünümler, unay özgerimler kübrak kertsin. Yaxşılıklar da bulurlar. Сумно хомяку самому ягодки собирайте, може забросите гнома, хай выходит захоти. Біздің достығыбыз, ішінен біз, ал біз менен түбілікке болот. Біздің күчібіз, біздің еркебіз, ешқачан өлбөйд. Қазақстан халқыларының достығы мәңгілік бір болсын. Dostluk dizegen güzel bir kitap. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi. Vazgeçilmek bir tat. Sonuna kadar dayanmak sert. Dostluk dizegen eşsiz bir kitap. Sevmediğin sayfaları varsatla, sayfayı kokundan yırtmak satma. Я сасасин хероти протомая, и неймера олонтон эргазуменон, хроня пола, и неймера тократу мас Казахстан, я мастимени параполи, симфониеме тократос, маскани намасте тихири. Я в День народного единства хочу желать по всей стране, чтобы было небо мирным, чистым, и чтобы сказали «нет войне». Гулит гилоцавт, Казапхулис тихесас цаулс. Derazalarin arkasida bahor parlaydı, karan dünya çıraylı. Gülaş bilen tangi rafşanligini olin, nafas oliş tazelik Бог берсін. На просторах Казахстана много разных народов живет. Все народы, как братья, равны, всем народам любовь и почет. Мир солнышку и детям, мир природе, мир весне, мир былинке, мир планете, мир всем людям на земле. Қуаныштан желкіл дейді түндігім. Бар халықтың бірлік тойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты. Бар тамырмен байлап қойған кіндігін. Бірлігіміз жарасқан